мына мәселені ескертемін. Енді сен мына тығырыққа тіреліп тұрсың. Мына кредиттің құрсауынан қалай шығамын деген кезде бір адамдар, заңгерлер табыла қалады. Кәдімгі реально ешқандай бір тиын төлетпей мен сені банкротқа тапсырып беремін, сені кредитті 5 жылға шегертуге істетіп беремін, төлетпей құтылуға болады деген сияқты қазір самсап жүрген жарнамалар көп. Соларға ілініп қалма, ұрынып қалма. Олар өтірік айтады. Сенің ситуацияң конкретно тұр, там по полочкам айтып қойып бердім ғой. Одан артық оны реттеу мүмкін емес. Енді бір сен банктен бір қайнағаңды я туысыңды, нағашыңды тауып, сол банктың бастығы саған кешірем деп өзі кешетпесе, сені алып шығу, төлемей алып шығу мүмкін емес. Мүмкін тек қана банкроттықпен ше. Сосын гарантия банкрот боласың, анау мынау дегенге сенбе. Өте қымбат айтады, миллиондап айтады, 1 миллион бер, 2 миллион бер деп айтатын көрінеді. Шешіп береміз, гарантия сен 23 миллионнан құтыласың деп, ол да өтірік. Біз сондай адамдардан ақшаны өндіріп жатырмыз. Ана сенің жаныңа ұнайтын сөздерді айтады да, олар соған түсіп қалма дегенім ғой. Мен саған мысалы үшін қазір просто аспандағы айдалып беремін, анау болады, мынау болады деп саған айтып отқан жоқпын. По факту айтып тұрмын да бәрі. Болмайтынды болады, болмайтынды болмайды, болатынды болады деп ше. Соған қарайсың ғой, енді өзің де анализ жасайсың ғой адамдармен сөйлескен кезде. Түсіндің ғой, өйткені неге мен бұны айтып жатырмын? Өстіп бізден кеңес алғандардың өзі басқа адамдарға алданып қалып, қайтадан келіп жатыр да бізге. Сол үшін ескертіп қойып жатқаным ғой.